Петропавлдағы жер асты сулары бекерге жанбайтын болып шықты. Құдықтан алынатын тіршілік нәрінің құрамында мұнай бар екені анықталды. Енді экологтар оның қайдан құйылғанын тексеруге кірісті. Көрсеткіштер бізде осы мұнай өнімдері бар екенін дәлелдеп тұр. Сонымен қатар санитарлық қорғау тарапынан өздері сынама алынды. Олар қазір жұмыста. Одан кейін осы біз нәтижелерін бірге алмастырып, және де осы біздің ластауыш көзін тапқаннан кейін тиісті шаралар қолданылады. Ромашка саяжайының тұрғындары соңғы кездері құдықтағы бау-бақша суғаратын судың өңі өзгеріп, иістеніп кеткенін айтып шу шығарған болатын. Тіпті 10 метр тереңдіктен алынатын тіршілік нәрі тұтанғанда қорқып кеткендерінде жасырмады. Өйткені суға шоқ тисе жарылыс бола ма деп қауіптенеді. Тұрғындар судың құрамында мұнай қалдықтары болуы мүмкін екенін, әрі ол жақын маңдағы жанармай құю бекетінен келгенін меңзеген. Бірақ жанармай станциясының басшылығы өздеріне шаң жуытпай қойған, дегенмен халықтың күдігі расталған тәрізді. Суға не бензин, не дизель араласқан. Енді мамандар тез арада оның қайдан пайда болғанын анықтауы тиіс.